Сәлем досым, сенімен Сәлем кино. Арнаға жазылып лайк немесе дизлайк басуды ұмытпа. Бұл мен үшін өте маңызды. Кино басталмас бұрын саған айтарым бар. Менің каналымның ешқандай тәрбиелік мән мағынасы жоқ. Бірақ та ұятсыз киноларға шоу жасалмауын барынша қадағалаймын. Әзіл немесе анайы сөздер сенің немесе жақыныңның өміріне нұқсан келтіретін болса, бұл видеоны өшіруіңді өтінемін. Ал менімен қалған бригадамен бірге кино шоуымызды бастайық. Джиммиді түрмеден босатып жатыр. Бұл жерден шыққасын жүгіріп қоқыс төгетін жерге келеді. Бұл жерде Джиммиге машина дайындап қойған. Машина ішінде қару және де бір адамға байланысты ақпараттар тұр екен. Осы ақпарат бойынша сол жігіттің жұмыс орнына барып, еш ойланбастан оның басынан атып кетіп қалады. Осы оқиға бойынша зерттеулермен полиция қызметкері мен агент Меги айналысады. Бұл уақытта Джимми информаторға келіп, машина мен қарудың ақшасын береді. Одан соң басқа да адамдар бойынша іздеген ақпараттармен бөлісуді сұрайды. Одан бөлек $1 жұмыс жасайтын киллер бар. Оны ең мықты киллер деп те санауға болады. Оған белгісіз адам хабарласып, келесі өлтіретін адамы Джимми екенін айтады. Полиция қызметкері Джиммидің бұрынғы өмір жайлы кассета тауып алады. Меги полицейге Джимми мен ағасы екеуі бірігіп кезінде банкты тонағанын айтады. Олар барлығын ойлағандай жасаған, бірақ та олардың пландарын біреу біліп қойған екен. Оларға біреулер шабуыл жасап, әбден қинап, ақшаның қайда екенін білмекші болған. Ағасы Джиммиге ақшаны қайда жасырғандарын мүлде айтпа дейді. Бірақ та айтпасаң ағаңды атамыз дегенде қайда жасырғандарын айтып қояды. Джимми ағасын өте жақсы көретін, сондықтан одан айырылғысы келмейді. Бірақ та гангстерлер ақшаны тапқан соң ағасын бауыздап өлтіреді. Артынша Джиммидің артынан біреу келіп атып тастайды. Олар оны өлдіге санайды. Бірақ та оқ Джиммидің миына зақым келтірмегендіктен ол тірі қалады. Агент Меги бұл жігіт ағасын өлтірген адамдардан кегін алып жатыр деп ойлайды. Ал бұл уақытта Джимми келесі адамға қарай барады. Шал бір қызды ұрлап кетіп, оны видеоға түсірмек болады. Осы кезде Джимми бөлмеге кіріп келеді. Шал бұл кассетадағы видеоны түсірген адам. Оны жігіт есінде қатты сақтап қалған екен. Оны өлтіріп кетіп бара жатқанда киллер оның артынан атпақшы болады. Осы кезде кішкене қыз бөлмеден шығып қалып, олар бір-бірімен атысып кетеді. Джимми лезде қашып үлгереді. Бұл жағдай киллердің қатты ашуына тиеді. Полиция үйіне барғанда әйелінен ұрыс естиді. Ол оның үйде көп уақыт болмайтынына қапа. Осылай баласын жаттығуға апара жатқанда оған агент Меги хабарласып, шалдың өлгенін айтады. Ол онда келгенде шалдан бөлек екі адам өздерімен атысқандығын естиді. Ал киллер болса, жігітті өлтіре алмағандығынан қатты ашуланып отырғанын қызына айтады. Қызы сен әлемдегі ең мықты киллерсің деп оны жұбатады. Ал киллер болса қызға үйленуге сөз салады. Келесі күні Меги полицейдің денесіндегі татуировканы байқайды. Сөйтіп оның кезінде есірткіге әуес болғандығын біледі және баласы туылғаннан бастап ондай жаман істерін тастапты. Ал бұл уақытта киллер сүйгеніне үйленеді. Бұл жайтты жақсы көретін істерімен атап өтеді. Жігіт өмірін жаңа парақтан бастағысы келеді, бірақ та бірінші кезекте Джиммиді өлтіріп алайын дейді. Джимми келесі адамға қарай бет алады. Оның ағасын бауыздап өлтіргенде осы жігіт еді. Түнгі клубта күзетші екенін байқап, оның артынан түседі. Қол жуатын жерге келіп, екеуі бірін-бірі байқайды. Ол жігіт бұл күннің келдерінде біліп едім дейді. Осылай екі самурай қолдарына пышақ алып алыса кетеді. Джимми оны ешқандай қиындықсыз жеңіп қояды. Ал киллер болса әлі де Джиммиді өлтіруді армандап отыр. Қаруларын дайындап келесі кездесуге дайындалады. Әйелі осымен тоқтатшы десе де, оны тыңдамай бұл менің соңғы шаруам дейді. Келесі күні полицей Мегиге хабарласып, клубтағы жағдайды Джимми жасаған секілді дейді. Бірақ Меги оған ол жігіт тек қана қарумен өлтіріп жатыр. Сондықтан ол деп ойламаймын дейді. Сәлден кейін полицей де, Джимми де клубтағы жігіттің өлім аузынан қалғанын естіп ауруханаға жол тартады. Онда келгенінде Джимми кідірместен ота жасап жатқан жерге кіріп, оны атып өлтіріп кетеді. Қарудың дауысын естіген полицей жігіттің артынан түседі. Атыс барысында Джимми білдіртпей, полицейдің дәл алдына келіп қару тақайды. Бірақ та оның полиция қызметкері екенін біліп, оны атпай кетіп қалады. Ал жолда кетіп бара жатқанда оның артынан киллер түседі. Джимми киллерге қарағанда алғыр болып қару тақайды. Бірақ ол тек қана ағасын өлтірген адамдардан кек алғысы келген, сондықтан машинасының дөңгелегінен атады. Осыны пайдаланып киллер Джиммиді атады, бірақ та оқ оның мойнын сырып өтеді. Жараланған жігіт бір үйге келеді. Ұйықтап жатқан әйелге қару тақап, оны оятады. Ол кісі жігіттің жарасын жамап береді. Ол Джиммидің анасы екен. Джимми әкесінен күдіктенген екен, себебі ағасы тонау барысына ол кісіні де шақырған, бірақ шал көп ақша сұрағандықтан қалып қойған. Анасы әкелерін сендерді қатты жақсы көрген, сондықтан одан күдіктенгенің де қате дейді. Келесі күні полицей офисқа келгенде оны барлығы құттықтайды, себебі ол Джиммиді ұстауға жақын қалды.
Меги оған келіп барлық қайтыс болған адамдар ағасын өлтіруге қатысқан, сондықтан ол кек алып жатырғаны сөзсіз дейді. Бірақ олардың барлығы үлкен қылмыс жасамаған. Сол себепті олар біреуге жұмыс жасаған дейді. Джимми соңғы жігітке қарай бет алады. Ол жігіттің аты Алекс. Сөйтсе Алекс дін жолына түсіп кеткен екен. Барлығы кеткен кезде екеуі жеке тысқа шығады. Алекс 12 баланы асырап алған, ал Джимми болса сені ол бәрібір құтқармайды дейді. Алекс барлық жағдайды түсіндіреді. Ол бұндай іске қатысқысы келмеген екен. Оны тек күзетші ретінде жалдап көп ақша ұсынған көрінеді, және ол тек қана сыртта күзетіп тұрған. Сол жағдайдан соң ол түрмеге жатып дін жолына түсіп толық өзгерген екен. Джимми оның басына қару тақағанымен атуға батылы жетпейді. Осының барлығын киллер аңдып тұрған еді. Сәті түскенде қасына келіп басына қаруды тақайды. Ал бұл уақытта полицей де осы жерге келеді. Киллер мен Джиммидің машиналарын байқап Мегиге хабарласады. Уақыт болмағандықтан басқалар келгенше өзі оларды аңдымақшы болады. Киллер енді атқалы жатқанда ағасын өлтірген адамдардың списогін байқайды. Ол жігіт тағы да біреу бар дейді. Яғни киллерді жалдаған адам, міне сол соңғы адам. Осы кезде полицей келіп қаруыңды түсір дейді. Киллер оның айтқанын жасап қаруын түсіреді. Ендігі барлығы бітті ме деп жатқанда полицей қаруын көтеріп Джиммидің басынан атып тастайды. Киллер барлығын бірден түсінеді. Бұл полиция қызметкері ең соңғы адам. Ол бандиттердің басшысы болған. Ағасын өлтірткізгенімен қоймай, Джиммидің де басынан атқан осы екен. Киллер полицейге ол сені даже білген де жоқ дейді. Полицей оны больницадағы жағдайдан кейін білемін дейді. Ол мені көре тұра атпағанынан мен жайлы мүлде білмейтінін білдім, бірақ та бұл істі бітіру керек болды дейді. Бұл уақытта Меги сол жерге келе жатыр. Ол жолда өлген барлық адамдардың полицейге қатысы бар екендігін біледі. Осылай олардың басшысы сол екендігіне көз жеткізеді. Полицей Джиммиден құтылып, әйеліне хабарласып, енді жаңа өмірмен өмір сүреміз деп тұрғанда, оның артынан Джимми атады. Оны басына қойылған темір құтқарып қалған екен. Бұл жерге ПВР қызметкерлері келгенде полицейдің өліп жатқанын көреді. Меги ол жайлы шындықты айтпайды, себебі оның батыр болып өлгісі келген еді. Джимми ағасының жерленген жеріндегі топырақты көлге төгіп кетіп қалады. Осылай кино бітеді. Егер кино ұнаған болса, арнаға жазылуды ұмытпағайсың.